Ассалаумағалейкум, құрметті ханымдар мен мырзалар, тойларыңыз құтты болсын. Дәл осындай той әрбір шаңыраққа жұғысты болсын дейін. Ұрайын деп жатқан қошеметтеріңізге рахмет ағайын. Той құтты болсын. Мына бір қонақ сынап келеді. Подаркым жоқ деп жылап келеді. Саған берудің орнына сенен сұрап келеді. Тойға сағат 6-ға шақырсаң кешкі 8-де бір-ақ келеді. Тамададан микрофонды алып бір сағаттан соң бір-ақ береді. Ал екінші қонақ сыйлап келеді, подаркысын жинап келеді. Сен подаркысын алмайым десең де саған қинап береді. Той үшін уақытын қиып келеді, үстіне әдемі көйлегін киіп келеді. Қыздар шашын жайып, әйелдер шашын түйіп келеді. Сөз сөйлеген кезде тұйық келеді. Подаркысын жиып келеді, той иесінің бетінен былшылдатып сүйіп береді. Мұндай қонақтар әрдайым биік келеді. Бүгін маған қарсы келмейсіздер. Сөз сөйлеген кезде сөзді бөлмейсіздер. Улап-шулап бет-сат болмай байыппен сөйлейсіздер. Бір адам сыртқа мас болып шығып кетсе, артынан 10 адам ермейсіздер. Тойдың жаман жағын көрмейсіздер. Егер жақсы қонақ болсаңыздар, жақсыған айтып жаманын термейсіздер. Егер бұл заңды сақтамаймын десеңіздер, пожалуйста, келесі тойға келмейсіздер. Егер келесі тойға келем дейтін қонақтар болса, қошеметпен көңілді термейсіздер деп қойын. Той құтты болсын, құрметті. Гүлназның жүріс сондай болды, үйде қай жерде паутина бар деген сияқты. Қоя тұрсайшы. Бергел, танысып алайық бір шыршынды. Любойыңды айырам деген деп жүрді сонда кәдім. Молодец, бірақ күшті жүрдің бота. Мен сізді бір кәдімгідей бір жындандырып магазинге жұмсап жүрген сияқты кәдімгі. Не ал деп еді маған кәдімгі бүйтіп кәдімгі. Бірдеңе ұмыттым ба деген сияқты кәдімгі бүйтіп рахмет, тамаша. Шынар, сен арқалықтан емессің ба? Арқалықтансың ба? Бәсе арқаң ашық. Прикинь? Мен ойлап қойдым, бейт карлықты көтеріп бір әшқана қойытқан боласа деп ойлаймын. Ұрыспаймыз. Ойбай, сіз уже бастап жатсыз ғой жайлап. Ұрыспаймыз. Рахмет, құдайым, мына кісі вообще ұрысамайды ғой, мама. Абзал мен Мәрзия 30 жылдан кейін мені. Болсын, шаңырақтар берекет болсын. Әумин, Аллаху акбар дейтін бір шал болса. Микрофонды берейін деп жатқаным ғой. Шәуілдірдің тумасымын, құрметті ағайын. Бір әулеттің тұлғасымын. Ерболханның мәпелеген ұлымын, бір Алланың құлымын. Жаңабайға жием болам, Қоңырат деген ел болам. Бірде 70 бойым бар, үйленетін ойым бар, қыз қарайтын уақыт жоқ, күнде заказ тойым бар. Көпшіліктің көңілін таба білем, бағым жанса жұлдыз болып жана берем. Алдарыңызда Асаба Нұрболхан мен болам, баршаңызға дос, қыз берін десеңіздер, пожалуйста, басым болсағайын. Мен бұрын түсінбейтінем, неге осы әйелдер дастархан басында отырады да, ер адамдардың барлығы сыртта жүреді деп. Сөйтсем, оказывается, жаңағы дастарханның басында отқан әйелдер сарқыттың бәрін жинайды екен да, соны ешкім алып кетпесін деп қарауылдап отырады екен. Ал еркектердің барлығы неге сыртта жүреді деймін ғой, оказывается, жаңағы сарқытты жинаған әйелдер күйеуінің костюмінің ішіне бір-бір пакеттен қысырып машинаға тасыды екен. Содан кейін ер адамдардың сыртта жүретіні сол екен ғой. Бармайге жоқ қызлар заманында. Давай! I feel nice. Давай! You look nice. 널 보자마자 나 don't think twice. Брат, давай! 이미 게임 끝났어. You be my curry. Бүгінгі тойымызды барын ұйымдастырып, әнші бишілерінің барлығын рет-ретмен әкеліп шақыртып отқан осындағы алдарыңызда ері құлдарыңыз бар. Шаншар той ұйымдастыру орталығының азаматы, көп-көп рахмет. Ерік інігіме өте көп-көп ризамын. Жаным бақытты бол. Денің сау болсын, бала шағаңның қызықшылығын көр. Айналайын осындай қызықшылық әркімге сыйлай бер. Өмірің ұзақ болсын, жаным. Тек жақсылықта бас қосайық, құрметті ағайын. Тек тойда жолығы. Аман, сау болыңыздар.